20 цент. Лондондағы мешітке жаңа имам тағайындалады. Имам қалаға бару үшін үнемі бір автобусқа мініп бір шопырға дәрі келеді екен. Бір күні шопыр билеттің артық ақшасын, яғни сдачасын, имамға беріп жатып 20 цент артық қайтарады. Имам ақшаның артық берілген орнына отырғанда ғана бірақ байқайды. Ішінен 20 цент түк емес, ақша деп те айта алмайсың. Шопыр мұндай тиын-тебенді санамайтын да шығар. Оның үстіне автобус паркінің бір күндік табысы аз емес, 20 центке қарап қалатындай деп ойлайды да, тиындарды Аллахтың сыйы деп өзіне қалдырмақшы болады. Автобус мешіттің алдына келіп тоқтайды. Имам есік жаққа жақындай бергенде пікірінен қайтып шопырға: «Маған артық ақша беріп қойыпсыз», деп 20 центті қайтарады. Шопыр имамға күлімдеп қарап: «Сіз мешіттің жаңа имамы боларсыз, солай ма? Негізі көптен бері мешітіңізге кіріп, дініңіз ислам туралы мағлұмат алу үшін сізге жолықпақшы едім. Ақшаны әдейі артық бердім, не істейтініңізді байқап сынау үшін», депті. Үлкен жауапкершілік жүгін арқалап, автобустан түскен имамның жүрегі көпке дейін дүрсілдеп тұрады. Басын көкке көтеріп: «Аллахым, сәл қалғанда исламды 20 центке сата жазатын», деп көздеріне мөлтілдеп жас ағады.